Сіздермен бүгін финский яблочный пирог жасаймыз. Мұнда бізде керекті ингредиенттер. Начинка үшін бізге салмасына бізге алма қажет болады. Алманы мен кішкене лимонная кислотамен араластырып алдым. Соның өзіне кішкене қарайып кетті. Және де бізге миндальная мука, лепестки керек. Немесе сіз осының орнына просто миндальды жарить етіп сақтап алсаңыз болады. Ромның орнына мен осылай апельсин сығындысын алдым. Алма мен апельсинімізді қосып, тестамыз дайын болғанша алмамыз бізде маринадталып тұруы қажет. Ұнымызбен разрыхлителімізді араластырып аламыз. Бос ыдысымызды аламыз. Сары майымызды және қантымызды қосып миксерлейміз. Миксердің төмен жылдамдығында миксерлеп бастаймыз. Сливкимізді қосамыз. Ұнымызды қосып, төмен жылдамдықты араластыруымыз қажет. Тестамыздың барлығын біріктіріп, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Қалыбымызды майлап алдық. Қалып менде 22 сантиметр. Және де тестамызды холодильниктен алып шықты. Енді осыны қалыбымызға төсеп шығамыз. Вилкамызбен тесіп шығамыз. Қамырымызды шанышқымен тесіп алғаннан кейін алмамызды қосамыз. Соғынан алып тастасаңыздар болады. Алманың жартысын желе жасауға пайдаланамыз. 200 градуста қызып тұрған пешімізге салып 20 минут пісіреміз. Сотейникті плитаға қоямыз. Қыздырып алып, майымызды саламыз. Қантымызды саламыз. Қоңыр қантымызды саламыз. Жақсылап ерітеміз. Ұнымызды қосамыз. Миндальная мука мен лепесткімізді қосамыз. Осындай бізде смес шығады начинкамыз. Енді осына пісіп жатқан пирогымыздың үстіне себеміз. Тестамызды құйып шығуымыз керек. Пешімізге қайтадан саламыз 10-15 минутқа. Апельсиновый сок менде мұнда. Және кішкене қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Және мынау пектин бізде. Орнына желатин пайдалансаңыздар да болады. Лимонная кислота қостым. Записім жүрмей қалыпты қыздар. Лимонная кислотаны кішкене суға араластырып қосасыздар.
пирогымыз дайын болды. Енді біз пектен қосылған яблочный желемізді қосамыз. Пирогымызды бөлме температурасына салқындатып аламыз. Қыздар, жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.